Синай жартаралында апатқа ұшыраған ресейлік ұшақтың қара жәшіктерін тексеру бір аптадан 4 аптаға дейін жалғасады деп хабарлайды Египет үкіметі. Борттағы құрылғыдағы ақпаратты жарыққа шығаруға Египет пен Ресейден бөлек Франция мен Германия және Ирландия қатысуда. Осыған дейін лайнердің апатқа ұшырауына сыртқы факторлар себеп болуы туралы хабарланған еді. Когалымавиа әуе компаниясының бас директорының орынбасары Александр Смирновтың сөзінше, қайғылы жағдайға техникалық қателік немесе ұшқыштар қателігі себеп болуы мүмкін емес. Ал әзірге ресейлік төтенше жағдай министрлігі апат құрбандарының мәйіттерін Санкт-Петербургке жеткізді. Еске салайық, ресейлік Когалымавиа компаниясының Шарм-эль-Шейх Санкт-Петербург рейсіндегі А321 лайнері 31 қазанда таңертең апатқа ұшырап, борттағы 224 адам қайтыс болды. Бұл ресейлік азаматтық авиация тарихындағы ең ірі апаттардың бірі. 7 қарашада Сингапурде тарихи кездесу өтеді. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мен Тайвань әкімшілігінің басшысы Ма Индзю алғаш рет кездеспек. Олар Тайвань бұғазының жағалауларындағы қарым-қатынастарды бейбіт жағдайда реттеуді талқыламақ. Қандай да бір құжаттарға қол қою мәселесі қаралмайды. Дегенмен де бұл кездесуге қарсы болатындар да бар. Апта ортасында Тайбэйде парламент ғимаратының алдында 100-ге жуық адам жиналып, екі жақ лидерлерінің кездесуіне наразылық білдірді. Айта кетейік, Қытай Халық Республикасы Тайваньды Қытайдың бір бөлігі деп есептейді. Бірақ Тайваньдағы көпшіліктің қолдауына ие партия Пекиннен ресми түрде егемендік алуды қолдап отыр. Ал Румыния астанасы Бухарестте 15 мыңға жуық адам қала орталығында шеруге шықты. Олар елдің премьер-министрі Виктор Понттың, сыртқы істер министрі Габриэль Опраның отставкаға кетуін талап етуде. Ел азаматтарының сөзінше, үкіметтегі коррупция өткен аптада түнгі клубта өрт болып, 32 адамның қайтыс болуына себеп болған. 100-ге жуық адам әлі ауруханада жатыр. Бізді коррупция құртып жатыр, жемқорлықтың кесірінен ақшамыздан айырылып отырмыз. Барлық үкімет отставкаға кетуі қажет. Бухарестте тек 2 түнгі клубтың ғана лицензиясы бар. Біз өзімізді қауіпсіз сезінбейміз, барлығы биліктің кесірінен, дейді акцияға қатысушылардың бірі. Сондай-ақ олар Бухаресттегі түнгі клуб орналасқан аудан әкімінің де қызметінен босатылғанын қалайды.